Сәлем достар, бүгін мен сіздерге фонарик ойынын жасап көрсететін боламын. Ол үшін алдымен слайдымызды создавать етіп, яғни ашып, оның размерін барлығын келтіріп, пустой слайд қоямыз осылай. Енді суретімізді аламыз. Мен ұлттық бағытта таңдадым, сол себепті киіз үйді алып жатырмын. Осылай іздедім. Бізде юртаның артық суреті болмау керек, кішкене ашық жерлері болу керек, я. Мен осыны таңдадым. Себебі ашық жерлеріне біз жаңағы жасырынатын затты қоямыз, я. Фонарикпен көрсеткен кезде артынан суреті көрініп тұру керек болғандықтан ашық болғаны дұрыс, артық ою сурет тұрмаған. Енді мен тапқаным осы болды. Сіз басқа да мүмкін жақсысын табарсыз, немесе өзіңіз жасап аласыз ба. ChatGPT-ден істеп алуға болады, я. Ешқандай несіз, тек ненің киіз үйдің формасын істеп алуға болады. Енді бұл жерде дублировать слайд деп киіз үйімізді екеу етеміз. Біреуі бірінші беті ештеңесіз болады, екінші бетіне қазір біз жаңағы фонарик түсіргенде артынан шығатын зат қой, қандай зат шығады, соны қоямыз, я. Мен ұлттық аспаптарды таңдадым. Домбыраның суретін алып, интернеттен копировать етіп, слайдымызға апарып қоямыз. Так, кесіп артқы фон. Енді сіздер өздеріңіз артқы фонын кесіп барлығын әдемілеп дайындап аласыздар, е. Сосын барып қойсаңыздар болады. Немесе осылайда установить прозрачный цвет деп. Мына жерде ақ болып тұрып көрініп жатыр, е. Бұны қазір яркосын көбейтеміз. Суреттің мына жерде параметр рисункаға кіріп, яркосын көбейткенде артындағы ақтары кетеді. Енді екінші суретімізді қоямыз қазір. Енді қобызды алайық. Қобызды аламыз. Копировать и вставить. Артқы фонын кесеміз, қоямыз. Міне осылай, мысалы, мынау екінші беті, я, шығарасыздар. Негізі простой қағазға шығарған жақсы. Глянцевый қағаздың қалыңдығы көп болып кетсек, фонарикті істегенде көрінбей қалады, қалың болғандықтан. Мынау суреті бар, яғни қобыз бен домбыра тұрған, артында тұрады. Анау киіз үй тек үстінде тұрады. Артқы фон алып тастасаңыз болады. Киіз үйді бірақ шығарған кезде киіз үйдің формасымен бірдей етіп қиып алу керексіздер. Ал олай беттестіріп қия алмайым десеңіздер, артына киіз үйді қойып шығара берсеңіздер болады. Астында осы тұрады, алдында жаңағы домбыра мен қобызы жоғын алдына қойып, екеуін беттестіріп ламинаттайсыз. Сосын жаңағы фонарик, артынан фонарик қойған кезде домбыра мен қобыз көрінетін болады, я. Енді мына жерде мен бір бетке екеу істеп жатырмын, яғни А5 көлемінде кішкентай форматты істеп көрсетіп жатырмын. Бір бетке екеу шығарсаңыз, бұл сонда сіздің бір неңіз болады, е. Осылай киіз үйімізді қоямыз. Біреуіне жаңағы домбыра мен қобызымыз тұрады, екіншісі пустой болып тұрады, е. Екеуін шығарып, екеуін беттестіреміз, яғни үстінде дымы жоқ жаңағы киіз үйді үстіне қоясыз да, домбыра мен қобыз тұрғанды астына қойып беттестіріп ламинаттайсыздар. Немесе мына киіз үйді алып тастап, тек ақ фонға жаңағы осылай қойып шығарсаңыз болады. Сосын өзіңіз жаңағыдай қиып аласыз, е. Киіз үйдің формасымен бүйтіп бастырып қиып алсаңыз болады. Енді тағы бір түрін жасап көрсеткелі жатырмын. Енді жануарларға жасап көрсетейін. Мысалға үңгірді алайық, я. Жаңағы жануарлар, жабайы жануарларды таныстырғанда, үйреткенде алуға болады. Мынандай үңгірдің суреті,
негізі осындай фонарик ойынына артқы фондары негізі ақшыл сондай алған жөн. Қара болса кейде көрсетпей қалады. Осылай үңгірімізді аламыз. Кейін үңгірге қоятын жануарымызды аламыз. Мен бір видеомда аңдар деп айтқанмын ғой, біреу жазып жіберіпті, жануарлар демейсіз бе деп. Жануар мен аңдардың айырмашылығы бар ма деп ойлап қалдым, сосын бірдей емес пе деп. Енді осылай артқы фонын қиып қасқырымызды қоямыз. Енді бұл жерде жаңағы үңгірін алып тастап қасқырын өзін шығарып алып кейін беттестіріп қиып алсаңыз жақсырақ көрінетін шығар. Нағыз енді олай қия алмаймын десеңіз, осылай екі үңгірді де шығара бересіз. Біреу жаңағы астында, біреу үстіңгі бетінде тұрып осылай жасалады. Мінекей фонарик ойыны дәл осылай жасалады. Мына жерде жаңағы үңгірді алып тастап қасқырын өзін шығарып беттестіріп қиып алсаңыз болады. Бүгінге осы. Мінекей достар, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар. Әлі алда талай көрнекілік түрлерін жасап көрсететін боламын.